Алла, бостандықты да көретін күніміз бар екен ғой. Аллаға шүкір. Шықтым. Аллаға сан шүкір. Ағайындар, менің есімім Ербол. Мен осы жерден шықтым. Сіздерге жақсы не қылар ма, көрінеді ма? Бұл біздің осы Алматы қаласында орналасқан Си-18 түрмесі. Осы жерден қазір ғана шығып отырмын. Менің ішімдегі көп заттарды алдағы уақытта мен сіздерге толықты айтып жеткізетін боламын. Мен сіздерден бір ғана айтып өтінерім. Осындай жерден шыққан жігіттер, балдар ары қарап болашақта ол ағайындардың өмірі, білесіздер ғой, қазіргі таңда осындай жерден шыққан адамдар жақтыртпайды ешкім, ұнатпайды. Неге білесіздер ма? Өйткені сотталған адам ешкім жақтыртпайды. Мен оларды бір неғып тұрған жоқпын қорғап, бірақ бұл жерде де пәк жақсы адамдар да бұл жерде отырады. Ағайындар, соны мен жақсы жағынан сіздерге айтып түсіндіргім келеді. Осы бар айтарым әзірге. Алдағы уақытта егерде жалғасын көргілеріңіз келсе, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Ағайындар, бұл түрме, бұл жерде неше түрлі тағдырлар жатыр. Шынымен де бұның ішінде біреуді өлтірген, біреуді пышақтаған, не болмаса шынымен біреуді бопсалаған, шынымен қылмыскерлер отыр. Бірақ та ағайындар, ішінде бұл жерде жазықсыз адамдар бар. Мен ешкімді жамандағым келмейді. Мен айтқым келетін нәрсе сіздерге ағайындар. Мейлі жаңылсын, осындай жерден шыққан жандар мен сияқты ары қарап мына өмірге қалыптасып кете ала ма? Өмірге өзін бейімдей ала ма? Не болмаса белгілі бір жетістікке жете ала ма? Мен соны сіздерге дәлелдегім келеді ағайындар. Мен өз-өзіме талап қойдым. Мен жоқ дегенде бір жылдың ішінде белгілі бір дәрежеге жетуім керек. Мен білмеймін ол қандай жетістік екен. Мен өзім де білмеймін оны. Бірақ та соны сіздер арқылы осыны TikTok, Instagram, YouTube, интернет желісін жарғым келеді. Қазір білесіздер, интернет заманы. Бірақ маған қазір шанс болып тұр да жаруға. Сол себепті сіздерден өтінерім, лайк басуды, тіркелуді ұмытпаңыздар. Қарапайым қазақтың жігітін басында ештеңесі жоқ. Нөлден бастап өзінің жетістікке жетуіне сіздер жәрдем беріңіздер. Сіздерден бар сұрарым осы ғана. Рахмет. Ағайындар, негізгі менің мамандығым дәрігер. Мен уақытысында жұмыс та істедім, менің арнайы өзімнің жұмысым болды. Мен жаңылыстым, мен уақытысында тура жолды таңдай алмадым. Және де соның арқасында мен осындай жерге түсіп қалдым. Мен не айтқым келеді сіздерге ағайындар? Мейлі, мен жасаған қателіктерімді мойындаймын. Мен қателік жасадым. Мен бірақ та сол жасаған сол бар ғой, мен бір адамдарға мысалға қателік жасадым, сол адамдардың барлығынан басымды иіп тұрып, мен сіздердің алдарыңызда осы видеомен мен обращение жасағым келеді. Маған бір мүмкіндік беріңіздер. Мен жетістікке жете алатынымды мен дәлелдеймін. Ол бар айтамын. Менің өткен өмірім! Мен кінәлімін! Менің жалғыз ғана арманым осындай жерден шыққан адамдар, яғни түрмеден шыққан адамдар белгілі бір жетістікке жете ала ма жоқ па, соны дәлелдегім келеді баршаларыңызға. Болды! Мен не бір сіздер сияқты бір қарапайым қазақтың баласымын. Мен не бір жетістікке жеткім келеді.
қазір түрмеден шыққан адамдарды жұмысқа да алмайды, басқа да қылмайды. Білем. Бірақ мен жетістікке жеткім келеді ағайындар. Мен бәрін жақсы көрем. Бәрін де. Үлкен жанұяның баласымын. Менің әке шешем де бар. Я, туған анам қайтыс болған, бірақ екінші анам бар. Ол өте жақсы кісі. Бірақ та мен жалғыз шықтым ол жерден. Я, мен бәріне өзім кінәлі. Бәріне өзім кінәлі ағайындар. Мен жалғыз шықсам да түрмеден, ешкім мені алдынан шығып қарсы алмаса да, бұл өмірге деген менің сүйіспеншілігім өте керемет ағайындар. Сіздерге соны жеткізгім келеді, бар болғаны осы ғана. Бұл 5 күн жалған өмірде менің де қақым бар шығар ағайындар. Сапалы өмір сүруге, қызықты өмір сүруге. Мен дәлелдегім келеді барлығына. Егер де сіздерге алдағы уақытта менің өмірім қызықты болса, тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Мен қазір өзімнің киімдерімді, іште жатқан киімдердің барлығын жағып жатырмын өртеп. Білмеймін, осындай салт бар ма жоқ па білмеймін, бірақ ішкі жан дүниемде барлық артта қалған істердің барлығы осымен кетсін деп әдейі осылай жасап жатқан жайым бар. Іште отырған кезде осы киімдерді киіп жаттым. Ал енді қазір осындай жерге келіп әдейі киімдердің барлығын өртеп жатқан жайым бар. Бұл мен ағайындар не айтқым келді? Бәле-жаланың барлығы, қиыншылықтың барлығы осы артта кетсін. Осы жалындаған отпен бірге кетсін деген мақсатта істеп жатқан жайым бар. Менің артта қалған өмірім бұл өте қиын өмір. Өткені мен соның жазасын өтеп шықтым. Ал енді алдағы уақытта белгілі бір жетістікке жеткім келеді ағайындар. Алға қойған мақсатым өте көп. Әрине, білем, менде қазір ештеңе жоқ ағайындар. Менде қазір ештеңе жоқ. Ағайын, туыс, бауыр, дүние, байлық, газы, жұмысым жоқ. Бірақ менде не бар ағайындар? Менде алға деген ұмтылыс, ішімдегі жігерім өте мықты болып тұр. Сол себепті сіздерден өтінерім, мендей жай ғана ауылдың бір жігітіне, қарапайым ғана жігітіне қолдау көрсетіңіздер. Лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар ағайындар. Я ағайындар, білем, менің бұрынғы келбетім мүлде басқаша еді. Я, мен қазір түрмеден шыққаннан кейін қатты түрім барлығы жаман болып тұрған шығар сіздерге. Бірақ бұның барлығы орнына келеді ғой, бастан кетіледі. Айтайын деген мол емес. Алла тағала алдыңғы видеода айтып кеткендей, бізге 2 жолды береді. Бірінші жол Алланың жолы емес. Ол жолда тек қана егер де сен қайтадан сол түрмеге барғың келсе, сол бірінші жолды таңдап сен сол жаққа баруыңа болады. Тағы да қылмыс жасап. Ал екінші жол ол түзу жол. Ешкімнің ала жібін аттамай, дұрыс, сапалы, дұрыс өмір сүр. Ағайындар, мен сол жолды таңдадым. Мен ендігі менің алдағы өмірім түзу жол, ешкімнің ала жібін аттамай, дұрыс өмір сүргім келеді. Сіздерден бар сұранарым ғана, қарапайым ауылдың баласына қолдау көрсетіңіздер, тіркеліп лайк басыңыздар. Ал мен кеттім шырқыр қайнаған қаланың өміріне. Мен ол жаққа өзімнің жолымды тауып кете алам ба? Кеттім. Жақсы, аман болыңыздар. Құрметті достар, құрметті ағайындар, мен сіздерге бір нәрсені айтып кетейінші. Маған көптеген пікірлер жазылып жатыр да, көптеген қазіргі достарым жаңадан тіркеліп жатқан барлық айтып жатыр. Мен мына жағдайыма қарап айтып жатыр. Сен түрмеден шықтың ғой, давай біз саған жәрдемдесейік, ызбор ашайық, ақшалай көмектесейік деп жатыр. Достар, категорически айтайын.
Маған олай керек емес. Ақша жинап, сбор ашып керек емес сізді. Халықтан ақша жинамаймын ешқашанда. Құрметті достар, ағайындар, мен аяқ қолым сау, қараңыздаршы, 12 мүшем сау. Мен өзім жұмыс жасап, мен ақша таба алам. Өзім оған белгілі бір дәрежеге жете алам. Достар, мен сіздерге осыны жеткергім келеді, осыны айтқым келеді. Толық қана сіздер менің TikTok аккаунтыма тіркеліп, Instagram, YouTube аккаунттарға тіркеліп, маған поддержка берсеңіздер болды. Және де құрметті достар, егер де мен белгілі бір жетістікке жету үшін маған не керек білесіздер ме? Маған спонсор керек, достар, спонсор керек. Мен белгілі бір жетістікке жету үшін менде алда осына проектімді соңына дейін жеткеруім керекпін. Өйткені мен доказ етуім керекпін сіздерге, түсініңіздер ме? Егер де сіздер спонсор болғыларыңыз келсе, ағайындар, дайректке жазыңыздар, міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын. Рахмет, алдарыңызда сол қарапайым Ербол. Рахмет көп-көп.